Балалар, енді әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Видео материалды мұқият тыңдап, содан кейін кітапты ашып мәтінді бірнеше рет қайталап оқы. Байлық пен ақыл. Ертеде бір шалдың 4 ұлы болыпты. Bir күні шал ұлдарын жинап былай депті: Мен қартайдым, біреуіңнің үй иесі болатын уақыттарың жетті. Кімнің ақылы мен байлығы сай болса, сол мұрагерім болады. Әрқайсысың маған байлықтарың мен ақылдарыңды көрсетіңдер депті. Балалар, мұрагер дегенді түсіндіре кетейін. Ол атадан балаға қалған байлық, мал-мүлікке ие болушы, орнын басушы адам. Міне бұны мұрагер деп атайды. Содан үлкен ұлы асыл тасты жүзік салған қолын көрсетіп: Міне, менің байлығым, ал кім бай болса, сол ақылды депті. Екінші ұлы асыл киімдерін киіп, әдеміленіп келеді де: Мені осы түрімде көргендер ақылым мен байлығымның алдында бас иеді депті. Үшінші ұлы күміспен және асыл тастармен әшекейленген белдігін буынады да: Мұндай белдік, дейді, ешкімде де болған емес. Әкесі үлкен балаларына қарап басын шайқайды да ең кіші ұлына: Сен неге үндемейсің? Сен қандай байлығыңмен мақтанасың? дейді. Сонда кенжесі былай депті: Менде асыл тасты жүзік те, сәнді киім де, қымбат тастармен әшекейленген белдік те жоқ. Тек еңбек сүйгіш 2 қолым, қайрат жігерге толы жүрегім бар. Шалға кенже ұлының жауабы ұнайды. Ол өзінің мұрагері болады деп кіші ұлын атапты. Үлкен балаларына інісінің айтқанынан шықпауды өсиет етіпті. Сонымен балалар, қайталайық. Шал өзінің 4 баласын шақырып, өзіне мұрагер іздейтінін айтады. Кімнің ақылы мен байлығы тең болса, орнымды соған берем дейді. Сонымен үлкен ұлы өзінің жүзігімен мақтанады. Екінші ұлы өзінің сәнді киімдерімен мақтанады. Үшінші ұлы өзінің асыл тастармен әшекейленген белдігімен мақтанады. Сонда 4-ші ұлы ғана, кіші ұлы ғана үндемей тұрады. Сен неме мақтанасың дегенде, мен өзімнің қос қолыммен және күш жігерге толы жүрегіммен мақтанам деген екен. Сонымен өзінің мұрагері етіп кіші ұлын сайлапты. Енді мына тапсырманы бірге орындайық. Суреттегі берілген заттардың қай кейіпкерге тиесілі екенін ажырат дейді. Ең бірінші асыл киімдер бұл екінші ұлыныкі. Ал жүзік, асыл тасты жүзік бұл үлкен ұлыныкі. Тастармен әшекейленген белдік бұл үшінші ұлыныкі. Ал еңбек сүйгіш 2 қолы бұл кіші ұлы, яғни мұрагерінікі болатын. Жарайсыңдар балалар. Енді осы мәтінді кітабымыздың 5-6 бетінен оқып, төмендегі сұрақтарға жауап жаза қойыңдар.